Орман ауданы бүгін 9 шілде 2026 жыл. Мен жаңа эфирге шығып тұрған себебім мына қазір Робудеге келдім. Мен қасымда бір келіншек бар. Бір алаяқ әйелге алданып қалады, сол менен көмек сұрайды, соған жаңа қолдау ретінде келдім. Келіншекпен қолдау ретінде келдім. Мен жаңа айта кетейін дегенім, мына осы мысал ретінде көрсетіп, біздің полиция қызметкерлері адамдардың құқығын қалай қорғайтынын айтып берейін деп едім. Жаңағы келіншек былтырлары бір әйел адамға алданып қалады. Ол әйел адамға 1-2 миллионға ақшаға алданып қалады. Сосын полицияға келеді, арызданайын деп. Бұл келіншекті қайта жібереді полиция қызметкерлері бар, жаңағы гражданский порядке сотқа берді. Арызын қабылдамайды. Сосын бұл келіншек өтінішпен жазады, содан кейін айналып келіп, сәуірде жазғанда қылмыстық істі 15 мамыр күні, осы жылдың 2026 жылдың 15 мамыры күні қозғайды қылмыстық іс, жаңа жеңіл статьямен. Соған дейін жаңағы 2 ай өтіп кетті ғой, 2 айдың ішінде ешқандай тергеу әрекеті жүргізіліп жатқан жоқ. Мына жақта Бекенов Нұрбол деген следователь мына жәбірленушіге қысым көрсетіп, әртүрлі криминалдық полицияның жаңа бастығы Абдуразаков Абубакыр жаңа келіншекті шақырып, сен арызыңды қайтып ал деп. Енді бүгін жаңа еріп келдім, мына келіншекпен Робудеге келіп, мына жерде Махмудов Нұржан деген бастығы бар Робуденің. Соған жаңа кірдік, мен аузымды жабумен болды, сен юридический образованиең жоқ дейді. Мен енді белсендім ғой. Мен доверенностьім бар енді. Бұл қыздан берген. Содан жаңағы айналып келіп, қысым көрсетті Махмудов. Келіншекке айтып жатыр да, сен бір затты жасырып, ертең айналып келіп, өзің жаңағы кінәлі болып қалма деген дейді. Мен жаңағы в общем айтайын дегенім, құқық қорғау емес, құқық қорлау органдары бұлар. Жаңағыдай адамдар бар, көмек сұраса, қорғаудың орнына қоққанлық көрсетеді. Мына құртақандай шынашықтай келіншек, 2 баласын бағып отыр, жалғыз өзі жұмыс жасайды да, мысалы, адам өзі жауапкершілігі болады ма? Кеше сотқа арыз түсірді следовательдің үстіне 106 статьямен. Онында Айдарбаева судья деген, мен қалай сотта жүріп 15 суткіге штраф салған судья қараған ғой мына істі. Осы қаулы шығарды. Бірінші сіз неге прокуратураға шағымдануыңыз керек деп. Олнікі дұрыс емес, судьянікі де дұрыс емес. Негізі параллельно прокуратураға да, сотқа да, следственный сотқа да беруге болады следовательдің үстінен. Мына, в общем, осы оқиға бойынша заңсыздық көрсетейін едім, айтайын едім. Қазақстанда қалай адамның құқығы қорғалады. Сол достар, соны айтайын деген. Мына Махмудов деген кабинетінде отырып алып, білген істе отыр ғой. Маған жаңа аузымды жабумен болды, сенің юридический образованиең жоқ деген сияқты. Мына келіншек жалғыз өзі келсе, қорқып тастайын деп отыр ғой, арызын қайтып алып, қысым көрсетіп, өзін кінәлі қылып шығарайын деп отыр ғой. Сол достар. Мен де мысалға қазір қысым көріп жатырмын. Өткен жылы 2025 жылы 25 октябрьге митингке шыққанмын. Сол кезде Наурызбаев судья маған заңсыз штраф салды 196 488 баппен. Енді соны айналып келіп, естеріне түсіп, мен 2 группа инвалидностьімнен 25% кешегі түскен ақшадан 25% ұстап қалып. Мен өзім емге кетейін деп отырмын, ақшам жоқ. Бұлар жаңа қорғаудың орнына көрсетіп жатқан мынау. Енді ана заңсыз конституция Тоқаевтың заңды күшіне енгізді ғой. Енді білген жасап отыр халыққа. Белсенділер қамалып жатыр. Гүлназ Серікбаева 3 жылға сотталып кетті, жаңа Қытайды сынға алам деп. ОДКБ-ні баяғы 22-де келіп халықты атқан, соны сынға алам деп 3 жыл мойнына арқалап кетті. Осындай біздің әділетсіз Қазақстан, Тоқаевтың жаңа Қазақстаны. Таңғалмаңдар, ертең бүгін мысалға мен потерпевший болсам, зардап шегіп жатыр ғой, осы билікке сөйлейміз, шындықты айтамыз деп қамалып, ауру болып, мына келіншек мысалға да қорғаудың орнына қысым жасап жатыр. Сол, бұл деген халықтың қолында. Бәрін өзгерту халықтың қолында тұр.
Сол үшін ауызбіршілік болу керек қазақта. Бір-бірін жаңағыдай бір-бірімен қырылмай қол ұстасып алаңға шығу керек қой. Басқа енді амалым жоқ. Осылай құл болып жүре береміз онда. Білген істейді Назарбаев пен Тоқаев. Білген жасап отыр ғой бізге. Бәрін сатты. Қазақстанда не бар? Сатылмаған зат қалмады ғой. Жылына 50 миллиард доллар ұрлап отыр. Ана қақпас Назарбаев деген айына 8 миллион пенсия алады. Мен болсам екінші группа мүгедектікпен 89 мың теңге аламын. Несправедливо ғой, әділетсіз Қазақстан. Сол үшін халыққа айтарым, ойланыңдар. Мынау біздің ел, ата-бабамыздың бізге тастап кеткен жері, осы арқайын жақсы өмір сүрсінші деп қан төгіп бізге тастаған жерді біз үнемей беріп қойып отырмыз, әркімге жем болып. Сол үшін халыққа айтарым, ойланыңдар. Бұл өйтіп жалғасу енді мүмкін емес ары қарай. Мынау Северный Кореяға айналып баратырмыз ғой, аузымызды жапсақ, үйімізге мед жетіп келетін. Не сот жоқ біздерді қорғайтын, не полиция жоқ біздерді қорғайтын. Керісінше қысым жасайды. Сол жаңа айтатын. Сол енді осымен эфирімді аяқтаймын. Сау болыңыздар достар.